Құрметті әріптестер, бүгін еліміздің маржаны зеренді ауылында жаңа балалар мен жасөспірімдерге спорт мектебінің ашылуына барлығымыз куә болып отырмыз. Мемлекет басшысы атап өткендей, қайтарылған активтерді азаматтардың игілігіне жұмсалуы тиіс деп айтылған сөзі бар. Бұл қоғам үшін маңызды әлеуметтік жобалар. 24 жылдан бері активтерді қайтару жөніндегі комитет 770 миллиард теңгеден астам қаражат елімізге қайтарды. Уважаемые коллеги, жители области, из возвращенных активов свыше 333 социальных и коммунальных